ата толғау күйінің 3-ші бөлімінің үйретілу кескінін шығарып отырмын. Тағы да қайталап өтейін. Ең әуелі домбырамызды домбыраға теңшеп аламыз. Бекітіміз қар. Ал болғаннан кейін бүгінгі өтетін сабақта өздеріңізге қолайлы болу үшін осы кескінді кейбір кісілер мына нотаға қарап үйренгенді жақсы көреді. Осы кескіннің астыңғы жағында осы күйдің үйретілетін бөлімінің, яғни 3-ші бөлімнің нотасы тұр. Осыған қарап, одан кейін осы үстіңгі жақтағы тұрған кескіннің көрсетілгеніне қарап, екеуін біріктіріп үйреніңіздер. Әлемде кейбір кісілер нота көру біраз қиындыққа түскеннен кейін, менімде сіздерге сөйлеу барысында қайсы саусақпен басып отырмын, қаншаншы перне, сол бойынша сөйлеймін. Әлемде менің қолымда отырған домбыра 19 пернелі домбыра. Ең астындағы мына аппақ тұрған мына бір бөлімі 19 перне болады. Ал онда болатын болса, әзір өздеріңізге осы 3-ші бөлімнің шертілетін бөлімін сіздерге бір түсіндіріп айта кетейін. Алдыңғы бөлікте біз бірінші, екінші бөлімді таныстырып өткен болатынбыз. Ал осы орайда осындай өздеріңізге қолайлы үйрету кескін шығарып жатқан Ерлан бауырларыңызды қолдап қуаттап қосылып алыңыздар, әрі жүрек беріп, жақсы лебіздеріңізді қалдырып қойыңыздар. Ал ондай болатын болса, әзір біз мына бастап сөйленетін бөлімі мына жерден бастап сөйлейміз. 112-ші бетте міне. Мына жердегі мына бөліктен бастап сөйлейік. Ал мына бас жағына тұрған мыналардың барлығы қағыс болады. Ал мынау астыңғы пернеге, мынау үстіңгі пернеге, яғни астыңғы шекке, үстіңгі шекке уәкілдік етеді. Ал енді осы жердегі мына жай дыбысы, бұл болса үстіңгі ашық шекте, бұл жай дыбысы бос шек болып есептелінеді. Өйткені бос шектен өзінің жай дыбысы шығады. Ал енді болса ла дыбысын басамыз. Сол қолда бірінші саусақпен ла дыбысы, яғни екінші перне, 19 пернелі домбыраның екінші перненің астыңғы жағы ла дыбысы болады. Осы жердің жаңа ғана үстіндегі қағыс. Ана аузы асты қарай ашылғандарды біз асты қарай қағыс. Енді ағылшын әрпінде V әрпіне ұқсап қалатын ана белгіде ол үсті қарай қағыс болады. Яғни аузы үсті қарай ашық тұрған жері үсті қарай шертеміз. Ондай болса асты, асты, үсті. Осыдан шер жетеді екенбіз. Ал содан кейін, мынау шертіп болғаннан кейін, енді ең соңғы қағысқа өтеміз. Мына жердегі мынау. Нөлде тұрған жерде біз ештеме шертпейміз. Біз енді осы екеуін көрейік. Бұл болатын болса, мына жерде нота қысқартып жазылған. Мына жердегі ла, одан шың со дыбысы. Гауин ла дыбысы, шың со дыбысы екеуі екі тәктіп біріне ұқсас шертілген. Оны болатын болса, ол қаншаншы перне деген кезде 16-ші перне. 16-ші пернені біз екінші саусақпен ұстаймыз да, оның үстіңгі жағына тұрған мынау шың со дыбысы болады. Яғни мына алдында телефонда көрсетілетін, яғни мынау үнемі көріп жүрген құдық белгісі шың деп оқылады. Яғни шың со. Шың со дыбысы мына 13-ші перне болады. Ла дыбысы 14-ші перне, мынау 13-ші перне. Онда болатын болса, бұны біз тез жетеміз. Міне. Асты, үсті, асты, үсті, асты. Одан кейін со дыбысын басамыз. Осыдан біз екі қайтап жетеміз. Енді осыны қалыпты орындау барысында, ата толғау күйін қалыпты жылдамдықпен орындау барысында деп тез жетеді. Соны жаңа сіздерге ақырын көрсеткен. Ал енді екінші тәкті болып, үшінші тәктегі мына бір келген бөлімін көретін болсақ, бұл қашет деген кезде не? Екі өшетеміз бұл жерде. Ши дыбысын екі дыбыс жеткеннен кейін ши дыбысы бұл жердегі мына 14, 15, 16-ші перне, 16-ші перне. Одан кейін жай, жаңағы айтылып өткен 19-ші пернедегі жай дыбысын басып, жай да ши деп жетеміз. Тағы көрсетейін. Жай дегеніміздің 19-ші перне, оның үстіндегі мына 18-ші перне басамыз, шың до дыбысы. Өйткені бұл жердегі міне шың до дыбысы берілген бұл жерде.
Ре до ши. Сонымен жаңағы осы жердегі мына шертілген бөлімі екі рет қайталап берілген. Мына жердегі мына айтылыспен мына жердегі айтылыс жаңа айтып кеттік, иә? Айтып кеттік. Осы жер сол екі рет қайталап жетіледі. Яғни мен сіздерге қысқашалап орда көрсетіп кетейін. Әлем біз 113 үстін жоғыттық. Мына жерден бастап сөйлейік. Мына жерден бастап енді ақырын өрлейміз. Үстіге қарай. Сол осы бір төрт сол біраз қиынырақ келеді. Одан кейін ла дыбысы. Ла дыбысын жетеміз. Одан кейін со. Одан кейін шыңфа. Одан ми. Одан қайта соға келеміз. Мына жерде міне. Мына жерге келдік қазір. Одан кейін шыңфа. Фа дыбысын жетіп болғаннан кейін мына жердегі лаға келеміз. Мына жерге міне. Ла 14-ші бейні. Мына жерде ми дыбысын бір оған жетеміз. Ла дыбысын жаңағы. Одан шиға келеміз. Мына жердегі міне. 14, 16 пені. Одан кейін ши ла болды. Одан соға келеміз. Одан шыңфа. Дегеннен кейін енді қайтадан лаға келіп аяқтатамыз. Мына жерде басырмақ қосып берген. Мына жерде ол енді әртүрлі орында ұқсамайды. Осы жерде басырмақ қоспасаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Сонда мына жерін енді жаңағы бөлік біраз бөліп жүргеннен кейін біраз күйдің дәмі шықпай естілген болуы мүмкін. Мен ақырын бір шертіп көрсетіп берейін. Осы жер екі рет орындалады. Мына жерден жаңа қатал дыбыс басып кетті ме? Ренжімеңіздер. Мына жерде ла дыбысына келеді ең соңында. Егер табылып жатса ата толғау күйінің осы музыкасын естіп көрсеңіздер де болады, иә? Осы жері сол сәл-пәл біраз қиынырақ келеді. Осы жер негізінде оң қолда жылдамдықты асты қарай қағыстап, шертуді ерекше жоғары талап қояды. Осы жерін көбірек мұқият машықтықпен көріңіздер. Сол жаңағы мұны. Осы аспен орындалады. Ал енді соңындағы бөлімдері мынау. Біз алғашындағы өткен бірінші, екінші бөлімде қайталап айтып кеткенбіз. Осы жерде мен жіңішкелей тағы бір айтып кетейін. Осы шерт болғаннан кейін, енді мына жердегі ла дыбысы, қарасаңыздар, ланың үстінде нүкте жоқ. Бұл енді мына екінші пеннің астындағы ла болады. Бірінші ұғым басамыз. Содан кейін бас жағындағы басамақ ми дыбысы болады мына жер. Міне үстінде ла, астында ми дыбысын берген. Ондай болсын болса, осы екі дыбысты басып тұрып, біз жиын сегіз ағыс орындаймыз. Асты, үсті ден екі орындаймыз. Дегеннен кейінді мына жердегі бірінші саусақ, мына жердегі сол саусағымыз ла дыбысында өзгермейді. Біз үстіңгі пернеде ноталар шертеміз. Ми, со, фа, ре. Ми деген мынау, басынан басамыз. Енді со деген кезде ла дыбысын қой бермей тұрып, төртінші саусақ, яғни кішкене бөлікпенен жердегі бесінші перненің үстіндағы со дыбысы бар. Осыны басамыз. Со үстіге қарай. Одан кейін фа деген, шың фа деген жердегі мына төртінші перненің үстіге жағда. Одан қайтадан миға келіп жабамыз. Қосып ететін болсақ, міне ми, со, фа, ми дегеннен кейін енді соңына қарасақ тағы да ла дыбысын басып тұрамыз, қой бермейміз. Бастырмағымыз қой берсек, мына үстіңгі бос шек өзі жай дыбысы болады. Сондықтан бұдан да сол жаңағы төрт қас орындаймыз. Ал дегеннен кейін енді мынау күйдің қайырмасы болып келеді мына жер. Ши мен со дыбысы. Бастырмақ мына жердегі міне со дыбысы бесінші перненің үстінде. Одан кейін астыңғы жақта мына ши дыбысы. Ши дыбысы төртінші перненің астыңғы жағында. Міне осы екеуін басып тұрып, асты,
үстіден екі орындаймыз. Ал екі орындап болғаннан кейін ендігі жақта басармақ өзгермей тұрады бұл жерде. Біз астыңғы шекте дыбыстар орындаймыз. Ши, рай, до, ши. Шині астыға, рай төрт созақпен. Жетінші перенің асты. Енді до дегенде шың до деп бізге беріп қойған. Онда бұл жердегі шың до дыбысын басамыз. Үшінші созақпен, одан кейін ши. Деген соң мына жаңа айтып өткенбіз, мына жерде қайталап орындаймыз, ла дыбысы екінші перенің астында. Ал одан кейін басармақ қосылған жерде міне ми дыбысын берген. Онда болса ми дыбысын басамыз. Ал одан кейінгі орындайтын бөлімі жаңағы айтып кеткен бойынша міне ми басамыз. Одан со, бесінші перенің үсті. Одан кейін фа, ми. Қоя береміз, рай, рай, рай. Ал одан кейінгі бөлімдегі мына жері ми, фа, рай. Одан ми басамыз, ми. Одан фа дегенде астың жақтарында ла дыбыс қозғалмайды. Оны басып тұрамыз. Өйткені мына жерде міне қарасаңыздар барлығы ла дыбысы үстіңгі нотада. Үстіңгі нота домбыраның астыңғы пернесі уақыт етеді. Ал енді біз осы ноталарды орындаймыз астыңғы қатардағы. Міне қоятын болсақ, ми, одан фа, төртінші созақпен басамыз, төртінші перненің үстіге қарай екі рет. Одан қой береміз. Тағы бір рет. Ал одан кейін тағы да ми, фа, ми. Қайта басамыз. Одан кейін ми, рай, фа, ми. Одан ла мен рай. Екеу. Одан кейін мына бөлікпен қарасақ, мына бөлік екеу бірдей, бірдей. Сонымен осы соңындағы жаңа үйренген бөлімді біз екі рет қайталап барып аяқтатамыз. Ми, фа, рай. Ми, фа, ми, рай, фа, ми. Енді күйді аяқтату барысында біз міне осы дыбыстан бір ғана шертіп аяқтатамыз. Деп аяқтайды. Ал енді болатын болса, біздің жоғарыда көрсетілген ата толғау күйінің үшінші бөлімі. Егер осы күйді үйреніп алған болсаңыз, жаныңыздағы жақын достарыңызға, туыстарыңызға осы кескінді үгіттеп жолдап қойыңыздар. Әрі маған деген қолдау болсын. Алдағы уақытта өздеріңізге тағы да тамаша күйлердің үйретілген кескіндерін осы тәсіл арқылы шығарып тұратын боламын. Менен алыстап кетпеңіздер. Өздеріңізбен бірге Ерлан Мұғалім. Сау, сәлемет болыңыздар.